Қайырлы кеш, құрметті қаламыздың жастары. Баршаңызды келіп жеткен халықаралық жастар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қаламыздың жастары соңғы жылдары әртүрлі салаларда облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде үлкен жетістіктерге қол жеткізіп жүр. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Біз әрі қарай өз тарапымыздан барлық тиісті жағдай жасауға тырысамыз. Енді жастардың тарапынан аянбай еңбек етіп, білім алып, тәжірибе жинап, ертең күні еліміздің өркендеуіне, дамуына үлес қосулары тиіс. Сондықтан да біз әрқашанда тілекшіміз. Енді бағындырар белестеріңіз биік, алар асуларыңыз әрқашанда көп болсын. Құттықтауымды әрқашанда өзекті Мағжан атамыздың сөздерімен аяқтағым келіп отыр. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты біз жастарға сенеміз. Әрқашанда қаламыздың, еліміздің абыройын жоғары көтеріп, өсіп, өркендей беріңіздер. Бүгінгі мерекелік іс-шара ұнады деп ойлаймын. Сондықтан да барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін.